9-ші сабақ 68-ші жаттығу. Суреттердің көмегімен ертегіні құрастырып көр. Ертегіні бірде аң патшасы арыстан ормандағы аңдарды жинап алыпты. Оларға үлкен жарыс өткізілетінін хабарлап, жарыстың талаптарын түсіндіріпті деген сөйлемдерден баста. Мінекей осыған ертегі құрастырамыз. Олай болса, ертегіні оқып берейін. Бірде аң патшасы арыстан ормандағы аңдарды жинап алыпты. Оларға үлкен жарыс өткізілетінін хабарлап, жарыстың талаптарын түсіндіріпті. Жарысқа өз еркімен түйе, құс, жолбарыс, қосаяқ және мүйіз тұмсық қатысыпты. Жарыс басталғанда қосаяқ жылдам жүгіріп алдыға шығып кетті. Бәрінен алдыда келе жатқан соң, олар жетем дегенше демала тұрайын деп жатып алды. Ал түйе құс болса, мәреге қайтсем де бірінші жетемін деп барынша қатты жүгіруге тырысты. Алайда мәреге бірінші болып жолбарыс жетті. Содан кейін түйе құс, сосын мүйіз тұмсық жетті. Ал қосаяқ болса ұйықтап қалып, мәреге ең соңынан келді. Мінекей құрастырған ертегі осында, енді сұрақтарға жауап берейік. Жарысқа қандай аңдар қатысты? Жарысқа қатысқан аңдар түйе құс, жолбарыс, қосаяқ және мүйіз тұмсық. Екінші сұрақ, мәреге олардың қайсысы бұрын жетті деп ойлайсың? Мен құрастырған ертегіде мәреге бірінші жеткен жолбарыс. Келесі, аң атауларын дара және күрделі зат есімдерге ажырат. Бұл жердегі аң атаулары түйе құс, жолбарыс, қосаяқ, мүйіз тұмсық, бұлардың барлығы күрделі зат есімдер, себебі екі түбірден тұрады. Келесі 69-ші жаттығу, көп нүктенің орнына күрделі зат есімдерді тауып жаз. Мен де білгендерімді бір-екеуден жазам, балалар сіздер де солай жазып шығасыздар. Олай болса, көп нүктенің орнына күрделі зат есімдерді жаздық. Аңдарға жолбарыс, мүйіз тұмсық, қосаяқ, құстар түйе құс, қара торғай, өсімдіктер түймедақ, итмұрын, жер су аттары Көкшетау, Қызылорда, Ақтөбе, Сырдария. Сіздер де тағы да толықтырып, немесе басқа да күрделі зат есімдерді жазсаңыздар болады. 70-ші жаттығу, мәтінді көшіріп жаз. Құстардың ең ірісі түйе құс. Оның биіктігі 2 метрден асады. Аяғы 2 саусақты, қанаты қысқа. Мәтіннен зат есімдер тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт дейді. 70-ші жаттығудағы дара зат есімдер бізде құс, аяқ, саусақ, қанат деген осы 4 сөз. Ал күрделі зат есімге түйе құс сөзі жатады. 71-ші жаттығу, өлеңді жатқа жаз. Асықта бол, жүлделі, сұрап тұрсаң білгелі. Ханталапай, үш табан, асық ойын түрлері. Мирас асан. Дара зат есімнің астын бір сызықпен, күрделі зат есімнің астын 2 сызықпен сыз. 71-ші жаттығудағы бізде дара зат есімдер ол асық, ойын, күрделі зат есімдер ханталапай, үш табан. Осы өлеңді жатқа жазғаннан кейін асық, ойын сөзін бір сызықпен, ханталапай, үш табан деген күрделі зат есімді 2 сызықпен сызып қойыңыздар. Шығармашылық үзіліс де 72-ші жаттығу, көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қой. Осы көп нүктенің орнына тиісті сөздерді дұрыстырап қойып шығайық. Тиісті сөздер қойып санамақты оқысақ, 1 дегенім білім, 2 дегенім елім, 3 дегенім үкі, 4 дегенім түлкі, 5 дегенім балта, 6 дегенім алқа, 7 дегенім желке, 8 дегенім серке, 9 дегенім тарақ, 10 дегенім орақ, 11 қара жұмбақ. Енді сұрақ санамақтағы зат есімдерді ата дейді. Білім, елім, үкі, түлкі, балта, алқа, желке, серке, тарақ, орақ деген сөздердің барлығы және жұмбақ деген сөздердің барлығы бұлар зат есімдер болып табылады.